Скоппер Габан One Piece әлеміндегі аңызға айналған пират, Голд Роджердің экипажының мүшесі болған. Ол пираттар королінің сол қолы деген лақабатқа ие, бұл оның экипаждағы маңызды рөлін көрсетеді. Габанның ерекше қаруы қос балта, және ол хоккейді шебер меңгерген. Роджердің экипажы тарағаннан кейін, Габан Эльбаф аралына қоныстанып, Рипли есімді серігімен және олардың ұлы колонмен бірге өмір сүруде. Габан алғаш рет Баггидің естеліктерінде, кейін Кодзуки Оденнің Роджердің экипажымен бірге болған уақытындағы флешбектерде көрінді. Қазіргі оқиғаларда ол Эльбаф аркасында маңызды рөл атқарады. Габанның сыртқы келбеті, жасы ұлғайған, шашы ақшыл және сақалы ұзын. Ол көбінесе гавайлық жейде, шорты және қара аяқ киім киеді, ал саяхат кезінде каса шляпасы мен жолақты пальто киеді. Габанның күші мен қабілеттері оны Роджердің экипажындағы ең мықты пираттардың бірі ретінде көрсетеді. Оның хоккейді меңгеруі және қос балтаны қолданудағы шеберлігі оны қауіпті қарсылас етеді. Габанның тарихы мен оның қазіргі оқиғалардағы рөлі туралы толығырақ ақпарат алу үшін төмендегі бейнені көруіңізге болады. Скоппер Габан Голд Роджердің бұрынғы экипаж мүшесі, ал Монкид Луффи қазіргі сабан шляпалы пираттар тобының капитаны. Қазіргі уақытта олардың арасында тікелей байланыс немесе кездесу туралы ресми ақпарат жоқ. Алайда жанкүйерлер арасында Габан мен Луффидің болашақта кездесуі мүмкін деген теориялар бар. Бұл теориялар ресми түрде расталмаған және тек жанкүйерлердің болжамдары болып табылады. One Piece мангасының 1139 тарауында Скоппер Габан Луффиге жекпе-жекке шақыру тастайды. Бұл шайқас Эльбаф аралында өтеді. Онда Габан Луффи мен оның экипажына Локи ханзаданы босату үшін қажетті кілтті алу мақсатында қарсы тұрады. Габан кілтті ұстап, оны жеңген адамға беруге уәде етеді. Бұл оқиға манганың соңғы тарауларында орын алғандықтан, аниме нұсқасында әлі бейімделмеген. Қазіргі уақытта Скоппер Габанның сабан шляпалы пираттар тобына қосылуы туралы ресми ақпарат жоқ. Манга мен анимеде Габан мен Луффи немесе оның экипажы арасында тікелей байланыс көрсетілмеген. Алайда жанкүйерлер арасында болашақта олардың кездесуі немесе ынтымақтастығы мүмкін деген теориялар бар. Бұл теориялар ресми түрде расталмаған және тек жанкүйерлердің болжамдары болып табылады. Бұл тізімнің басында тұрған адам аты аңызға айналған Скоппер Габан. One Piece'тің құпия тарихы мен Джойбой қазынасының шынайы табиғаты туралы білетін жалғыз адамдардың бірі ретінде, ол тарихтағы ең маңызды адамдардың бірі ретінде өз атын бекітіп үлгерді. Сонымен неліктен Эльбаф Скопперді тағы бір рет көру үшін тамаша орын болуы мүмкін екенін және оның оқиға үшін бәрі бұрын ойлағаннан әлдеқайда көп нәрсені қалай білдіретінін қарастырайық. Скоппер Габан One Piece әлемі тарихындағы ең құрметті және аңызға айналған тұлғалардың бірі. Санджи саман қалпақтардың үшінші қолбасшысы ретінде әрекет ететіні сияқты, Скоппер бұл рөлді аты аңызға айналған Роджердің экипажында атқарды. Ол экипаждағы Роджер мен Рейлиден кейінгі ең жоғары беделді болды. Роджер қарақшылар тобының бір бөлігі бола отырып, Скоппер One Piece қазынасын табуға қатысты және тіпті экипаждың басқарушысы болғандықтан оған жетуге тікелей рөл атқарды. Осыған байланысты Скоппер әлемдегі бос ғасыр туралы шындықты және аңызды қазынаның не екенін білетін әлемдегі санаулы адамдардың бірі болып қала береді. Алайда оның қазір қайда екені, сондай-ақ қазына табылғаннан кейін не нәрсеге барғаны белгісіз. Скоппер Габан One Piece әлеміндегі аңызға айналған пират, Голд Роджердің экипажының мүшесі болған. Ол пираттар королінің сол қолы деген лақабатқа ие, бұл оның экипаждағы маңызды рөлін көрсетеді. Габанның ерекше қаруы қос балта, және ол хоккейді шебер меңгерген. Роджердің экипажы тарағаннан кейін, Габан Эльбаф аралына қоныстанып, Рипли есімді серігімен және олардың ұлы колонмен бірге өмір сүруде. Габан алғаш рет Баггидің естеліктерінде, кейін Кодзуки Оденнің Роджердің экипажымен бірге болған уақытындағы флешбектерде көрінді. Қазіргі оқиғаларда ол Эльбаф аркасында маңызды рөл атқарады. Габанның сыртқы келбеті, жасы ұлғайған, шашы ақшыл және сақалы ұзын. Ол көбінесе гавайлық жейде, шорты және қара аяқ киім киеді, ал саяхат кезінде каса шляпасы мен жолақты пальто киеді. Габанның күші мен қабілеттері оны Роджердің экипажындағы ең мықты пираттардың бірі ретінде көрсетеді. Оның хоккейді меңгеруі және қос балтаны қолданудағы шеберлігі оны қауіпті қарсылас етеді.
Енді Роджер Пиратс бір бөлікті табу арқылы және бос ғасырдың шынайы тарихы туралы біліммен қаруланып, әлемнің батып бара жатқанын білгені белгілі. Осыған байланысты жанкүйерлердің көпшілігі сюжетте, осы уақытқа дейін енгізілген экипаждың әрбір мүшесі, осы еріксіз тағдырға қандай да бір жолмен дайындалғанымен келіседі. Көрсетілген бірінші экипаж мүшесі Шэнкс болды. Ол соңғы аралға экспедицияның бір бөлігі болмаса да, және One Piece қазынасын ешқашан көрмесе де, көптеген адамдар бұл туралы білім оған әлі де қандай да бір жолмен берілген болуы мүмкін деп санайды, өйткені оның экипажында ібіліс жемісі бар бір мүше жоқ. Көптеген дайындық құралы деп санайды, өйткені су деңгейі көтерілгенде, қызыл шашты қарақшылардың ешқайсысы шайтан жемісі болғандықтан суға батып кету қаупіне ұшырамайды.